Құрметті көрермендер, егерде сіздің де балаңыз дәл осылай сұхбат берген қаласаңыз, біздің бағдарламаға келіңіздер. Жұлдыздар академиясы сіздің балаңыздың жұлдызын бірге жағамыз. Сәлем, бізді көптен күткен болмаса кездейсоқ көріп қалған көрермендерім, сіздермен мен Қазбек Тосыбек, біз бастаймыз. Есімің кім? Яс, Балауса, Аяру, Жангүлім, Аружан, Самал, Музапарханова, Анжу. Диас, жасың қаншада? 10-да, 7-де, 8-де, 13-де, 15-те, 16-та, 14-де. Нұрбол, қалайсың? Жақсы. Бүгін бізде қонақта Ержан баламыз. Сәлем. Сәлем. Бүгін бізде қонақта Дамир баламыз. Сәлем. Сәлем. Диас, сенің өзге балаларға қарағанда айырмашылығың неде? Мен барлық балаларға дұрыс қараймын. Қалай қарайсың? Дұрыс? Сол үшін ерекшесің ба? Жоқ, Айырмашылығың сода ма? Неде енді айырмашылығың? мен адамдармен көбінесе достаса берем. Сабақтарды 5-ке бітіргем. Тамаша. Бірақ о кезде 4-тің болды. Бәрінен. Неден? Қазақ тілден болды и русский язык. Біріншісінде русский языктен болды, потом қазақ тілден болды. Өйткені мен өте сұлумын, өте әдемімін. Тамаша, оған енді сөзім жоқ, тамаша. Сол себепті ерекше айырмашылығың сода, иә? Иә. Тамаша. Серьезный. Қойш. Басқалармен бірдей сияқты. Бірдей сияқтысың ба қағаның? Не. Просто серьезнесің, иә? айырмашылығым, Ерекшелігің, айырмашылығың. ерекшелік көп негізі. Қойш, қандай ерекшелігің бар сен? Мысалға, Шашым ұзын десе. Айтар. мысалға, шын шашым ұзын деген сияқты ғой. Қойш, басқалардікі келте ба? Иә. Мен ба? Тықсында. Мен негізі де ше. Ютубта былай көргенім да, достарым негізі оны былай істейді ғой. Былай істейді да, былай істей алмай өтті. Мынаны былай істейді ғой дейтін. Ұнамайды. Әр адамда өзін бағалайтын қасиеттері болу керек. Әр адам өзін бағалай білу керек, басқалармен салыстырмау керек. Сондықтан әр адамның өзінің бір жеке қасиеттері бар ғой. Ал менде сондай қасиеттердің барлығы жетерлік деп ойлаймын. Өзім мектебімде де оқушылар арасында да белсенді не көрсетемін, белсенділік танытамын әрдайым. Мен ба? Иә. Мен барлық жағынан, мысалға, әнге ән айта алам. Қойш. Иә. Сосын тағы да биге де екемін бар. Сен үшін ең қиын нәрсе не? Маған жоқ. Қиын нәрсе жоқ па? Бәрі оңай ма? Тамаша. Сен үшін ең қиын нәрсе не? Ең қиын нәрсе ма? Не? Ең қиын нәрсе не ол? Қалай ойлайсың? Мен үшін ең қиын нәрсе тамақ істеу. Неге? Өйткені мен тамақ істей алмаймын. Мүлдем. Мүлдем. Не істейміз? Бәрі оңай. Бәрі оңай екен. Мен үшін жаңада мектепті алтын белгімен бітіріп бар ғой. Содан қорқам негізі, сол қиын өзім өмірімде. Қойш. Иә. Қиын? Иә. Достарым да ше, горкалардан секретті, мен секіре алмаймын бірақ. Горкалардан?
Білмеймін. Тамақ істеу деген сияқты. Жоқ, ол ештеңе қиын емес. Маған тамақ істеу, сабақ оқу ештеңе қиын емес. Қиын нәрсе. Сен үшін. Жоқ па? Саған бәрі оңай, Дамир. Мен үшін ең қиын нәрсе ешқандай жоқ деп ойлаймын. Бәрі оңай ма? Иә, бәрі оңай. Қош. Иә. Күшті. Кешірім дегеніміз не? Ол бір адамды итер жерсен, бір адам құлап қалса, соған көмектессен, ол рахмет деген сөз болады. Кешірім ше? Ай, кешірімді ұмытып кеттім ғой. Кешірімді ұмытып кетіппіз ғой, иә? Кешірім дегеніміз кешіру адам, достарды ұрысқан кезде. Сонымен. Аха. Кешірім. Адамдардан кешірім сұрайсың, оған қателік жасап қойсаң, кешірім сұрайсың. Бірдеңе білдіріп қойсаң, кешірім сұрайсың. Сосын кешірім сұраған соң оларды кешіру керек. Кешірім деген кәдімгі қалай айтам енді? Білмеймін. Любой жағынан айта берсін. Кешірім дегеніміз қалай түсінесіңіз? Не? Кешірім деген, например, бір ата-ананың алдында бір үмітін ақтамасаң, например, бір жаман қылық істеп қойсаң, мысалға біреулердің алдында, сол кешірім болып табылады ғой негізі. Кешірім, адамды кешіру. Адамды кешіру. Оп-оңай, Ал сен Кешірім дегеніміз не? Адамдарды кешіре білу. Негізі адамдарға реніш сақтап қалуға болмайды. Әрдайым оларды кешіре білу керек. Кешірім. Кешірім да? Кешір деген. Кешірім, адам қателік жасағаннан кейін кешірім сұрау. Мысалға, Сен кімнен кешірім сұрағың келеді? Достарынан. Неге? Ренжіп болғасын ба? Жоқ, Онда неге кешірім сұрағың келеді олардан? жоқ, бір досымен істеп қалғанмын. көп. Көп? Көп адамды ренжіткенсің ба не? Жоқ, көп емес. Көп емес, қанша? Жоқ. Ешкімнен кешірім сұрамайсың ба? Ешкімді ренжітпегенсің ба? Мен анашымнан кешірім сұрағым келеді. Неге? Өйткені анам ұрыспайды. Маған ұрыспайды. Мен біреу тиісте, соған ұрыс береді. Маған ұрыспайды. Мамадан, пападан. Неге? Ренжітіп қойғасын ба? Жоқ, ренжітіп қойсам кешірім сұраймын. Тамаша. Ата-анамнан. Неге? Білмеймін, ата-анамнан кешірім сұрағым келеді, себебі Ренжіттің ба не? бұрынғы кездерде көп ренжіткен болатынмын, көп кездер болған ренжіген. Мамадан кешірім сұрағым келеді. Сен мамадан кешірім сұрайын. Қазір мамадан кешірім сұрасаң болады. Оған айтқың келіп жүрген сөздерін айтсаң болады. Мен негізі ұялымды, бірақ ұялмау дегенде. Мен негізі кіммен сөзге келіп қалсам да әрдайым кешірім сұраймын. Мысалы, ата-анам ұрысса да, мысалы қателік істеп қойсам ата-анамның алдында, ата-анамнан кешірім сұраймын. Мысалға, біреуді ренжітсең, біреуге жаңағыдай қиянат жасасан, енді болады ғой? Болады ғой енді адам болған. Біреуді ренжітіп. Жоқ, сен ешкімді ренжіткен жоқсың. Ене? Так, стоп. Ене деген есіне шығып кетті. Так, стоп. Ене деген есіне шығып кетті. Ұшып кететін адам болғың келе ма? Сиқыршы болғың келе ма? Мен сиқыршы болғым келеді, өйткені ол жоқ болып кетеді. Жоқ болып кетіп қайда кетесің сен? Үйге кетіп қаламын.
Мен Үйге кетіп қаласың, таппай қаламыз ба? Сөйтіп қайттан табамыз оны. Аяру? Аяру? Қайда кетіп қалдың, Аяру? үйге кетіп қалдым. Үйге барып келіп қойдың ба уже? Сен сонда сиқыршы болып кеттің ба? Иә. Ата-анаң сенен кешірім сұрауы мүмкін ба? Неге? Мен олардан кешірім сұраймын керісінше. Тамаша. Білмеймін. Сұрау керек па? Жоқ. Неге? Ренжіткен жоқ па сені? Мүлде. Мүлдем ренжітпейді. Мамам кешірім сұрайды ғой. Мамаң кешірім сұрайды сенен, иә? Ал сен үшін достық деген не? Жалпы достықты қалай түсінесің? Иә. Соңғы рет қашан сұрады? Соңғы рет. Есімде жоқ, бірақ. Жоқ. Неліктен, неге де мен ата-анамды ренжітпейді. Ой, мен олар мені ренжітпейді. Вообще ренжіткен кезі жоқ па? Кейбір кезде болған. Солар үшін. Иә. Кешірім сұрау керек па? Жоқ. Негізі анам сұраған, иә, ол да былай қатып қалмайды ғой, балам кешірім сұрасын деп. Ол да егер өзіне қателік жасаған білсе, ол да кешірім сұрайды. Менің мамам да кешірім сұраған. Сен мамаларың күшті екен кәдімгідей. Кешірім сұрап, подаркілерін беріп, иә? Күшті ғой. Папа мен мамам мен ренжіткен болған бұрын кішкентай кезінде Өздері көрсін, иә? Өздерінің кесірі. Иә, подарка Ренжітпеу керек еді. Иә, подарка келіп өздері неған жаңағыдай кешірім сұраған менен. Жоқ. Олар үлкен ғой менен. Не, үлкен болса олар қателік жасамай міне. Достық дегеніміз не? Достық адал дос. Достық дегеніміз ба? Басын көтеріп жауап берсей? Дос болу адаммен. Достық дегеніміз ол адамның досы. Ол адаммен дос болсан, сол досың болады. Достық деген достарым көп болған. Достарың көп болған. Сен үшін достық не? Достық деген досымен дос болу. Өзіңнің қасынан мысалға қайғы кезінде, андай не болады ғой? Жалғызсырап қалған кезінде, сол кезде жанынан табылатын адам. Достық адамдардың арасында болатын бір-біріне деген сыйластық, мейірімділік, қамқорлық, сонымен қатар қарапайымдылық та болу керек. Бір-бірін олай мен сенен жоғарымын, мен андай киінемін, мен ана жақтарға барам демей, бір-бірімен тепе-тең жүру керек. Мақтаншақтық деген нәрселер араларында болмау керек. Көре алмаушылық болмау керек араларында. Сондай жағымсыз нәрселер, қасиеттер болмаса, онда достық мәңгілік болады деп ойлаймын. Екі достың арасындағы жаңағыдай махаббат дейме, қалай айтады? Өлбай махаббат деп. Өлі, махаббат не сықырсың? Өлі. Құрметті көрермендер, егер де сізде балаңыз дәл осылай сұхбат берген қаласаңыз, біздің Жұлдыздар Академиясы сіздің балаңыздың жұлдызын бірге жағады. Сау болыңыздар.